Сәлеметсіздер ме оқушылар? 7-де 10 101-ші есеп функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін табу. Яғни бастаймыз. Бірінші, ол үшін біз бірінші туындысын тауып аламыз. Бірінші ретті туынды арқылы максимум және минимум түрлерін тауып аламыз да, соған қоса есептеп ең үлкен, ең кіші мәндерін тауып аламыз. Осы функцияны нөлге теңестіреміз. Енді аралықтағы сандарды көреміз. Минус 1-де 1 деген алады. Бұл бізде бірінші есебі. Енді қараймыз. Мына сандардың барлығын қойып шығамыз. x1 тең 0, x2 тең 2, x3 тең минус 1 және x4 деген минус 1. 1 де плюс 1. Бастапқы орнекке апарып қоямыз. 3 көбейтілген 1-дің квадраты минус 6 көбейтілген 1. Бірінші тексереміз. 0-ді қоямыз. 0-дің кубы азайтылған 3 көбейтілген 0-дің квадраты қосылған 3 тең 3. Екінші мән. 2-ні қоям. 2-ның кубы азайтылған 3 көбейтілген 2-ның квадраты 3 8 4 12 минус 4 минус 1 3 минус 1 минус 1-дің кубы минус 3 көбейтілген минус 1-дің квадраты 3 минус 1 минус 3 плюс 3 тең 1. Төртінші мән. 1-дің кубы минус 3 көбейтілген 1 қосылған 3 тең 1. Осының ішінде ең үлкен мәні, яғни қараймын. 0-ді қойған кезде ең үлкен мән болды. Ең кіші мән, екеуінде қойған кезде минус 1 болды. Яғни жазамыз. F ат 0-ді қойған кезде бірде максимум тең 3 ең үлкен мәні. F ат 2-ні қойған кезде тең F ат минус 1-ді қойған кезде минус 1 шықты. Ең кіші мәні. Енді екінші аралық тексерем. Яғни x тең менде шыққан 0, x тең 2, x тең 1, x тең 3. Бастапқы орнекке апарып қоям. F ат 0 болған кезде менде шықты 3. F ат 2 болған кезде минус 1. Одан кейін F ат 1-ді қойған кезде 1-дің квадраты кубы минус 3 көбейтілген 1-дің квадраты 3, сонда 1 шығады. Сосын F ат 3-ді қойған кезде 3-дің кубы минус 3 көбейтілген 3-дің квадраты плюс 3. 0 болады, 3 болады. Сонда жазамын жерге жауабын. F ат ең үлкен мәні мына екеуі болды. Ең кіші мәні мына болды. F ат 0 және F ат 3 қойған кезде тең 3 болады. Ең үлкен мәні. F ат 2 минус 1
ең кіші мәні. Енді үшіншісі x тең 0, x тең 2, x тең минус 1 және x тең 3. Бізде уже көбісінің жауабы бар. Сол себепті орнына қоя береміз. x0 қойған кезде 3, f ат 2-ні қойған кезде минус 1, f ат минус 1 қойған кезде минус 1 шықты, f ат 3-ті қойған кезде 3 шықты. Енді осының ішінде ең үлкен мәні мынау, ең кіші мәні 2 екен. Жазам. F ат 0 қойған кезде, f ат 3 қойған кезде ол 3. Бұл ең үлкен мәні. F ат 2 қойған кезде, f ат минус 1 қойған кезде ол минус 1. Ең кіші мәні.